Тұрақты және жаңа тыңдармандарға сәлем. Маньяк өмір бойы психиатриялық ауруханаға жатқызылып, сонда емделуді сұрады, бірақ сот оның сұранысын қанағаттандырмады. Бүгінгі әңгіме Санкт-Петербургтік маньяк Егор Ертісов туралы. Егор Ертісов 1971 жылы 17 тамызда Краснодар өлкесіндегі Красный шаруа қожалығында дүниеге келген. Игорьдің ата-анасы созылмалы алкоголизмнен ауырған. Ертісовтың анасы жүктілік кезінде де ішкен, сондықтан бала әлсіз және ауру болып туылған. Ертісовты айналасындағы адамдар жиі мазақ ететін. Ол жылап, анасына жиі шағымданатын болған. Игорьдің 7 жасында әкесі отбасын тастап кетеді. Сол оқиғадан 3 жыл өткен соң бала апатқа ұшырап, оның психикалық дамуына әсер еткен бас жарақатын алады. Дәрігерлердің қойған диагнозы көңіл көншітпейді. Орташа әлсіздік дәрежесіндегі олигофрения. Ертісовке кәдімгі мектепке жол жабылды. Анасы оны ақыл-ойы кем адамдарға арналған мектеп-интернатқа береді және әрі қарай ұлының тағдырына қызығушылық танытпады. Интернатта Игорь үлкенірек оқушыларының ұрып-соғуынан және қорлауынан зардап шеккен. Бұл жағдайлар онсыз да денсаулығында кінәраты бар Ертісовтың психикасын одан әрі зақымдады. 90-шы жылдардың басында Ертісов дирижер болып жұмыс істеген. Гомосексуалмен танысқанда оның өмірі 180 градусқа өзгерді. Жаңа танысы Игорьге Санкт-Петербургке көшуді ұсынып, Пегасус дәмханасында ыдыс жуушы болып жұмысқа тұруға көмектесті. Ер жеткен Ертісов жұмыс істеген кафесі петерборлық гомосексуалдардың сүйікті демалыс орны болған. Ертісовке келушілерден жақынырақ жерде танысуды жалғастыру және ақша үшін ұсыныстар жиі түсетін. Сөйтіп ол жезөкшелікпен айналыса бастады. Тергеу барысында ол бірнеше рет клиенттер мен кавказдықтардың аяусыз азаптауының құрбаны болғанын мәлімдейді. 1993 жылы Ертісовтың назары кішкентай балаларға түсе бастады. Игорь өзінің алғашқы қылмысын 1993 жылы желтоқсанда жасаған. Бірде ол Пайын саябағында серуендеп жүргенде 10 және 11 жастағы 3 оқушыны байқайды. Екеуі бірге жаттығудан үйге қайтқан. Ертісов жігіттерді біраз уақыт бақылап болған соң, жақын жерде үлкендердің жоқтығына көз жеткізіп, пышағын алып үштіктің соңына түскен. Қолында пышақ ұстаған бейтаныс адамды көрген мектеп оқушыларының бірі жүгіріп қашады, ал екі ағайынды жігіт Ертісовтың қолына түсіп, адамдар жоқ аймаққа екеуін алып кетеді. Онда маньяк оларға өткір дәмі мен иісі бар түсініксіз сұйықтық беріп, оларды зорлап қашып кеткен. Ауыр жарақат алған ағайындылар үйлеріне жетіп, ата-аналарына шабуыл туралы айтып береді. Олар бірден полицияға жүгінген. Алайда тәртіп сақшылары педофилді ұстай алмаған. Қарағай саябағындағы шабуылдан кейін Ертісов 1 ай бойы жасырынған. Күндіз даяшы болып жұмыс істеп, түнде тұтынушыларға қызмет көрсеткен. Бірақ 1994 жылдың ақпанында маньяк жаңа қылмыс жасайды. Сол күні Ертісов демалысқа шығып, таңертеңнен бастап ішкен. Ол Металлстрой ауылын аралап жүргенінде, мектептен үйіне жаяу келе жатқан 9 жасар оқушыны кездестіреді. Оқушының мұрны мен аузын қысып, сосын оны баспалдаққа сүйреп апарады. Бала естін жоғалтқан соң оны зорлап, кейін буындырып өлтірген. Кейін маньяк кісі өлтіруді жоспарлағанымен, бірақ қатты мас болғандықтан өзін мүлде ұстай алмағанын мойындады. 1994 жылдың мамыр айында Санкт-Петерборлық тағы бір 9 жасар бала зорлаушының құрбаны болды. Ертісов оны Рижский даңғылы бойындағы үйлердің бірінің шатырына шығып, көгершіндердің ұяларын қарауға көндірген. Мектеп оқушысын тұзаққа түсірген маньяк оны зорлап, қолымен жамбасын сындырған. Дәрігерлер оны аман алып қалды, бірақ бала мүгедек болып қалған. Қылмыс арасындағы аралық қысқартылды.
Бұл жолы оның құрбандары Нева жағалауында серуендеп жүрген 9 және 11 жастағы 2 мектеп оқушысы болды. Ертісов балаларды пышақпен қорқытып, өзен пирстері мен Володар көпірінің арасындағы елсіз жерге апарып, сол жерде зорлаған. Санкт-Петербургтегі нағыз дүрбелең басып алды. Қала тұрғындары полициядан маньякты тезірек тауып, балаларын қорғауды талап етті. Осы уақытта полиция маньякты іздеп, теледидардан абай болуға шақырды. Петерборлықтар өз бетінше әрекет етуді шешті. Олар балаларды мектептен шығарып салу, қарсы алу үшін жұмыстан демалыс алып, тағы да көшеге жібермеуге тырысты. 1994 жылдың қыркүйек айының соңында Батырский даңғылындағы үйлердің бірінің жанында маньяк 15 жасар жасөспірімді байқады. Ол мектептен қайтып келе жатып подъезге кіреді. Ертісов мектеп оқушысымен лифтке кіріп, есіктер жабыла салысымен жәбірленушіге шабуыл жасаған. Ол жасөспірімнің бетінен ұрған, бірақ ол есін жоғалтпай шабуылдаушыға тойтарыс берген. Маньяк қорқып, артқы есіктен қашып кетеді. Бірақ бұл сәтсіздік Ертісовті қатты толқытқаны сонша, ол бірден жаңа құрбан іздеуге кірісті. Педофил көрші кіреберісте 8 жасар баланы байқайды. Ол жаңа ғана шабуыл жасаған жерінің жанында ұсталып қалу қаупі туралы ойлаған да жоқ. Мектеп оқушысы домофонға қоңырау шалып, анасының есікті ашуын күтіп подъезге кірді. Ол 15-ші қабатқа дейін көтеріліп, демі біткен мектеп оқушысын қосалқы бөлмеге сүйреп апарып, зорлап, жамбасын сындырған. Бұған қанағаттанбаған маньяк баланың 9 метр ішектерін жұлып алған. Ішін қоқыс жәшігіне лақтырып жіберген. Ертісов оқиға орнынан мектеп сөмкесін алып қашып кеткен. Біраз уақыттан кейін педофилдің зәбір көрген бала оянып, қатты соққыға қарамастан 13-ші қабаттағы пәтеріне жетеді. Қорқыныштан шошып кеткен анасы жедел жәрдем шақырады. Дәрігерлер 6 сағат бойы кішкентай науқастың өмірі үшін күресіп, оның жағдайын тұрақтандыруға қол жеткізді. Дәрігерлер 6 жыл бойы оның өмірі үшін күресті. Бала жасанды ішек трансплантациясының 30-ға жуық кезеңінен аман өтті. Бірақ 2000 жылы ол келесі операцияға дейін қайтыс болды. Соңғы шабуыл болған жерден тергеушілер Ертісовтың саусақ іздерін тапты. Ондаған ықтимал куәгерлер сұралды. Олардың арасында сол күні маньякты көрген қыз да бар. Ол бір түрлі адамнан 90-шы жылдардың ортасында танымал болған Black Dragon лосьонының иісін сезгенін хабарлады. Ал Ертісовпен төбелесіп үлгерген 15 жасар мектеп оқушысы егжей-тегжейлі эскиз жасауға көмектесті. Көп ұзамай бүкіл Санкт-Петербург көшелерінде маньяктың портреті бар парақшалар ілінді. Ол кез келген күні ұсталатынын түсінді, сондықтан шашын басқа түске бояп, досымен бірге Мурманскіге қашып кетті. Бірақ ол Ертісовпен бірге тұруға шыдамай, оны бір айдан соң қуып жібереді. Бір кезде Ертісовпен бірге тұратын гомосексуалдардың бірі қонағынан балалардың қанға боялған рюкзактарын байқайды. Бірдеңе дұрыс емес деп күдіктеніп полицияға жүгінген. 1994 жылдың 28 қарашасында 23 жастағы Ертісов Киров атындағы зауыттың жатақханасында басқа ғашығымен тұрып жатқан жерінде ұсталды. Тінту кезінде жедел уәкілдер маньяктың киімдері мен аяқ киімдерін тапты. Оның үстінде қан іздері бар еді. Маньяк ұзақ уақыт бойы қылмысын мойындамай, өзін кінәсіз деп таныды. Маньяк өмір бойына психиатриялық ауруханаға жатқызылып, сонда емделуді сұрады. Оны мұндай жан түршігерлік қылмыстарға не итермеледі? Ертісов бұл сұраққа нақты жауап бере алмады. Ол жай ғана қалайтынын айтты. Неліктен ішектерді жұлып алғанын сұрағанда, педофил жай ғана қызық болды деп жауап берді. Мен балаларды өлтірдім, өйткені балалар мені ренжітті. Мен өзімді нашар сезініп, жалғызсырап қалғанда, мен оларды тұншықтырып өлтірдім. Содан кейін ішектерді қолыммен жұлып алдым. Мен ішекті жеген жоқпын, тісімен ғана тістедім, деді маньяк Игорь Ертісов. Санкт-Петербургтегі әйгілі крест түрмесіне орналастырылған Ертісов өз сотын ұзақ күтті. Педофил ешбір жолмен адвокат таба алмады.
адвокаттардың барлығы бір кісідей оны қорғаудан бас тартты.